Сұлтанмахмұт атындағы облыстық кітапхана ұйымдастырған «Жырлаймыз ұлы жеңісті» атты эстафетасын баянауылдық ақын Еламан Қасеннен қабыл ала отырып, тағзым атты өлеңімді оқып берейін. Теңселіп дүние, сұрапыл соғыс басталған, ер салар атқа шақ келді, найзадай ұқтар, найзағай болып аспаннан, кеудесін жердің қақ бөлді, арыстан айбат, ақырып, алға атылып, қалың жау кел шайқасқа, зеңбіректер тұр, арлан ажалды шақырып, бетпе-бет ашық айқасқа, қан жоса дала, жүрегі жердің жаралы, қатыгез жауға тапталған, жан сақтау үшін солдаттар қашып барады, желкеден атқан оқтардан. Жау төніп келді, қанталап көзі қасқырдай, невелге қалды тақапта, тұр әне жаудың аяғын алға бастырмай, жаралы мәншүк окопта. Назалы невел шақарменен, жау қолы, қайратын қыздың көрдібек, қанға боялған невел мен үміт соңғығы, мәншүкпен Максим зеңбірек, зарлады дүние, күңіреніп күн, түн олып, запыран, өксік шер құсып, сұр Максимканың алдында жатыр қырылып, 70-тей неміс жер құшып, тыныштық, жүрек тулаған енді тыналар, өтеді отан парызын, батыр мәншүкке оқыған әрбір дұғалар, ерлікке деген тағзым. Жырлаймыз ұлы жеңісті атты эстафетасын екібастұздық ақын Ерболат Әміреновке жолдаймын.